Біз жеке кәсіпкер болғаннан кейін кәсіпкердің әлеуметтік жауапкершілігін сезіне отырып, Түркістан тарихында, Түркістан облысында алғаш рет инклюзивті Дара ұрпақ театрын ашқан болатынбыз. Дәл осы залда, дәл осы сахнада 130-дан астам өнерпаздарымыз өнер көрсетті. Қолы жоқ балаларымыздың аяқпен сурет салғанын көрдік. Арбаға таңылған бүлдіршіндердің би билегенін көрдік. Көз жанарынан айырылған балаларымыздың саусақпен кітап оқығанын куәсі болдық. Жиын соңында әрбір ата-ана кеп көз жасына ерік берді. Сонда 2 ай бұрын қоғамдық орынға алып шығуға ұялатын балдарын осындай 1000-нан астам залда көрермен алдында өнері көрсеткеніне сене алар емес екендігін, мүмкіндігі шектеулі емес, мүмкіндігі тең қоғамда өмір сүріп жатқанын дәлелі болды. Міне осы нормаларды оқи келе көзіме оттай басылған науқастығына байланысты, мүгедектігіне байланысты, міне қараңыздаршы, мүгедектігіне байланысты шектеу ерекшелігі бар балдарға кепілдік беріледі деп тұр. Енді құрметті қауым, ерекшелігі бар азаматтарға кепілдік беріп тұрған бұл конституциямыз әділетті Қазақстан, егемен еліміздің заманауи құқықтық мемлекет болып қалыптастыруына қызмет етеді деп есептеймін.